2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Екінші, Мақтарал аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы нөмір 25-159-8 2025-2027 жылдарға арналған кенттер мен ауылдық округтердің бюджет туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Үшінші, Мақтарал ауданының арнайы салық режимін қолдану кезінде салық мөлшерін төмендету туралы. Төртінші, жекелеген көшелердің атауларын өзгертуге ұсыныс беру туралы. Мәжілісте мынандай жұмыс тәртібімен ұсынылады. Баяндамашыға 10 минут, сөйлеушілерге 5 минут, анықтамалар 3 минутқа дейін. Жұмыс тәртібі бойынша қандай ұсыныстарыңыз бар? Болмаса дауысқа саламын. Қарсы, қалыс жоқ. Құрметті депутаттар, енді күн тәртібіндегі мәселелер қарауға көшеміз. Күн тәртібінде бірінші мәселе, екінші мәселе, үшінші мәселе бойынша аудандық қаржы бөлімінің басшысы Талғар Абеновке беріледі. Құрметті төраға, құрметті депутаттар, және сессияға шақырушылар, бүгінгі күнге қарастырылған өзгерістер бірінші Қазақстан Республикасының бюджет кодексіне сәйкес Мақтарал аудандық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы 25-27 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы 24-149-8 шешіміне өзгерістер енгізу. Бюджеттің кірістері бөлігі бойынша Түркістан облыстық мәслихатының 25 жылғы 28 қарашадағы шешімімен реттелуші салықтарға төмендегідей өзгерістер енгізілді. Олар корпоратив табыс салығы жылдық жоспары 20.583 миллион теңгеге, жеке табыс салығы жылдық жоспары 85.306 миллион теңгеге қысқартылса, шет елдік азаматтар үшін жеке табыс салығы жылдық жоспары 6.750 миллион теңгеге ұлғайтылды. Сонымен қатар жергілікті бюджет кіріс көздерін талдау жасалынып, жергілікті бюджетке тіркелген үшін алым жылдық жоспары 3.600 миллион теңгеге қысқартылса, жергілікті бюджетке төленетін мемлекеттік баж жылдық жоспары 131.500 миллион теңгеге қысқартылды. Жалпы өзіндік кірістер жоспары 234.239 миллион теңгеге қысқарту ұсынылуда. Бюджеттің шығыс бөлігі бойынша бюджет бағдарлама әкімшілерінің жыл қорытындысымен игерілген қаржылары сараланып шықты. Жалпы сомасы 396.917 миллион теңге қысқартылуға ұсынылады. Қысқартылған шығыстар мен кірістерден қалған 162.678 миллион теңге бюджеттік бағдарламалардың сұранысының негізінде келесі шығыстарға бағыттау ұсынылуда. Аудан әкімі аппаратына қызметтік тұрғын үй сатып алу үшін 80 миллион теңге, мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөліміне қарасты орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне еңбек ақы қорына қажетті 4.574 миллион теңге, Мырзакен спорт клубына спорттық іс-шараларға қаржы 1.500 миллион теңге, ішкі саясат бөлімінің жастар ресурстық орталығына іс-сапар шығыстарына кредиторлық берешекті өтеуге 2 миллион теңге, кәсіпкерлік ауыл шаруашылық бөліміне бөлім аппаратының ұстау шығыстарына және іс-сапар шығыстарына 3.576 миллион теңге, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне қарасты замандастар ден қоғам коммуналдық мемлекеттік мекемесіне жыл ішінде берілген бір штат қызметкердің еңбек ақы қорына 2.570 миллион теңге, және ағымдағы шығыстарға 450 миллион теңге, келушілерді серуендету қызметін ұйымдастыруға қарыз 1 миллион теңге, отбасын қолдау орталығы мекемесіне қосымша берілген 1,5 штат қызметінің еңбек ақы қорына 4.274 миллион теңге, мейірім шапағат күндіз болу орталығы мекемесіне жыл басында берілген 6,5 штаттың еңбек ақы қорына 15.225 миллион теңге. Сонымен қатар жыл басында аталған мейірім шапағат мекемесіне еңбек ақы қорына 17.430 миллион теңге
кем жоспарлануына байланысты аталған қаржы берілді. Келесі ауыл Иржар ауыл округіне тікұшақ алаңса қону алаңын салынған. Аталған жұмыстардың аяқталуына байланысты қаржы 14 миллион 560 мың теңге. Сәулет және қала құрылысы және құрылыс бөліміне Атакент кентінен мұражай салу үшін жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу жұмыстарын аяқтау үшін 10 миллион 639 мың теңге қаржы бағытталуда. Сонымен қатар облыстық мәслихаттың сессиясының шешімімен жоғары тұрған бюджеттен берілетін трансферттерге келесі өзгерістер енгізілді. Қысқартылған нысаналы трансферттердің жалпы сомасы 277 миллион 641 мың теңге. Олар жұмыспен қамту және үйлестіру әлеуметтік бағдарламалар басқармасына атаулы әлеуметтік көмек беруден 73 миллион теңге, және ГСП-ден 146 миллион теңге қысқартылды. Энергетика басқармасынан газ жүйелерін жүргізу жұмыстарына өнімделген 6 миллион 781 мың теңге, және көксу елді мекенінен газ жұмыстарын жүргізуден өнімделген 10 миллион теңге қысқартылды. Сонымен қатар арнайы техника сатып алудан өнімделген 26 миллион 44 мың теңге қысқартылды. Мәдениет басқармасы бойынша Достық ауыл округінде салынып жатқан мәдениет үйінен үнемделген 15 миллион теңге 15 миллион 241 мың теңге ұлттық қордан қысқартылды. Қосымша беріліп жатқан трансферттер жұмыспен қамту жалпы 491 миллион 483 мың теңге жұмыспен қамту басқармасына мүгедектігі бар адамдарға міндетті гигиеналық құралдар сатып алу үшін 80 миллион теңге, протездік ортопедиялық құралдар алу үшін 2 миллион 557 мың теңге, кресло қол арбалар алу үшін 2 миллион 280 мың теңге бағытталды. Мәдениет басқармасынан облыстық бюджеттен қаржыландырылып жатқан жоғарыда аталған Қалшабай ауылындағы мәдениет үйіне 2 миллион 125 мың теңге бағытталды. Келесі энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасынан еңбекші ауыл округі жаңа тұрмыс елді мекенін газбен жабдықтау желісінің құрылысына 196 миллион 597 мың теңге, Атакент кенті және Мақтаарал ауыл округі Шаттық игілік КССР 40 жылдығы елді мекендерінің газ қуатын арттыру үшін газ құбырын салу жұмыстарына 207 миллион 924 мың теңге бөлінді. Жалпы аудан бюджеттің 2025 жылға арналған кірістер көлемі 18 миллиард 316 миллион 626 мың теңге, ал шығысы бойынша 18 миллиард 341 миллион 380 мың теңге көлемінде нақтылауға ұсынылып отыр. Аудандық бюджет бойынша баяндама аяқталды. Құрметті депутаттар, сұрақтарыңыз бар ма? Бірінші мәселе бойынша баяндама шығарады. Сұрағым бар еді, аудан әкімі аппаратына 80 миллион қызметтік тұрғын үй сатып алу үшін қандай тұрғын үйлер? Жаңа жылғы әкімшілігі. Жоқ, облыстан тұрғын үй салынбады. Біз аудандық бюджет есебінен әкімшілік ғимараты Мараттың ғимарат, көшелі олар. Қызметтік тұрғын үй деген. Сұрақтарыңыз бар ма? Бізге жылдың басында берілген анықтама бойынша ЖКХ-ға бүгін жаңағы ақпараттар бойынша 150 миллион бар. Сол негізде орындалды 5 бюджеттен. ЖКХ-ға жол орта жөндеу бойынша қаржы қаралған. Оның сараптама қорытындысының кеш алынып, мемлекеттік сатып алу конкурстары кеш анықталуына байланысты жеңімпаз. Осы өткен айда анықталған. Ол қаржылар асфальт салынуда емес, ауыз су жүйелерінің жұмысына бағытталып игерілді. Жолдан қысқартылған. Неге қысқартылды? Өткен айдан бері төсеуге мүмкіншілік бар еді. Жалпы ол қаржы переходящий келесі жылға өтпеді. Переходящий болса сонда оның мақсатын өзгерте беру керек бола ма? Негізі нақты бөлінген ме? Асқарсалады. Дұрыс қой, бір бюджеттік бағдарлама әкімшілігінің ішінде болғандықтан ол өзгере береді.
Ол жолдың кеше айтылатын ғой, кеше қарашада шықты ма? Жеңімпаз сізге? Оның нысаналы мақсаты оны асфальтқа, суға дегенде бөлмекте, ЖКХ-ға пәлен миллион деп өз білсін не істесін. Асфальт салынмайды, суға салынмайды. Деген ол артынан көрсетеді. Оның белгілі себебі бар ма? Егер салынбауына байланысты ғой. Кеш ақталды, оны қазір оның қаржыны аударып беріп, жұмысты істемеген жұмысқа үлгеріп аламайды да оны. Мердігерлікте қанша уақытта жасап бер деп талап та ете алмайды. Себебі ол 2 жылға өтпеді, қаржымыз да толық емес. Жоқ, соны жеткенше істеуге болмайды. Ғалекен. Ереге сіздің айтып отқаныңыз мақтажандағы 2 көше ғой басқа. Айтсайшы, қаржы основаниясы дейін істелінеді. Основания істелінеді. Мақтажандағы 2 көше, Ернаватта мектептің алдындағы көше. Асфальт енді жылы құдай қаласа көшеміз. Мына тәуелсіздік алғанда 40 жылға жол уақыт болды да кәдімгі. Тәуелсіздік кезіндегі салынған асфальт. Ол біздің ауылдың тұрғындар көш, ол тәуелсіздік сезілмеген әлі. Топырақпен жүріп жатқан жоқ қой, ең бастысы да. Бұл жерде ескі асфальт бар. Топырақ лайнмен жүріп жатқан жоқ. Топырақты жолдар бізде бар жоқ, 8 жыл. Тас жоғалмайды кәдімгі, 100 жылда жатады сөйтіп. Жүреді түрлі таспен. Бізге бөлінген қаржыны мақсатты игеру ғой мақсат берді айтылады. Следующий. Басқа. Иіржар ауылдық округына тікұшаққа алаңшаны өңірге қандай қажеттілігі бар тікұшақ? Ол жер бұрын 5-6 жыл бұрын кезінде мектеп салынған. Заставаға салынған тікұшақ етті, жаңа мектеп түсті. Жаңа мектеп тұсынан жол салғанбыз. Сол жерде жаңағы кімнің Нұрлан фамилиясы кім? Нұрбек жерін алдық и несін войсковой частьтің вертолеттің площадкасын алдық. Басқа жерден салып береміз деп уәде берген аудан әкімдігі. Мақтажанда болды, да? Алаштағы. Военчастка ғой, военчастка береміз. Сендер олардың жерін ақ қойғасыңдар, қайтып салып беріп жатсыңдар. Так, әріптестер, басқа баяндамашқа сұрақтарыңыз бар ма бірінші мәселе бойынша? Жоқ болса онда күн тәртібіне сессияның күндерін енгізсек. Қарсы? Айгер. Так, күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша. Күн тәртібіндегі екінші мәселе Мақтаарал аудандық мәслихатының 24 жылғы 26 желтоқсандағы 25-159-8-25-27 жылдарға арналған кенттер мен ауыл округтердің шешіміне өзгеріс енгізу. Аталған өзгерісті енгізу барысында барлық ауыл округтердің кірістер болжамы қаралып, мониторинг жүргізіліп, нәтижесінде келесі өзгерістер ұсынылып отыр. Достық ауыл округі 25 жылдарға арналған бюджеті кірістері бойынша ауыл округтың жалпы кірістері көлемі 9.300.000 теңгеге ұлғайтылып отыр. Ал аталған ұлғайтылған кіріс көздері есебінен шығыстары бойынша келесі бағыттарға бағытталып отыр. Оның ішінде жерге орналастыру жобасы және мемлекеттік акт алуға 3.240.000 теңге, елді мекендерге бейне бақылау камерасын орнатуға 1.700.000 теңге, Плюстан және Бескет елді мекендерді егілген ағаш көшеттерді қоршауға 5 миллион теңге, әкімшілік ғимаратқа газ кіргізу жұмыстарына 877.000 теңге, мемлекеттік қызметкерлердің іс-сапар шығыстарына 300.000 теңге, негізгі құралдар және компьютер сатып алуға 360.000 теңге, әлеуметтік қызметкерге бір дана планшет сатып алуға 480.000 теңге, каркасты бассейн 3 дана сатып алынған, қарыз төлеуге 393.000 теңге, сейф 90.000 теңге, жылыту қазандығына 480.000 теңге, жылу жүйесіне насостар алуға 70.000 теңге бағытталуда. Қалыбек ауыл округі бойынша кірістер жоспары, жылдық жоспары 5.200.000 теңгеге қысқартылуда. Сәйкесінше қысқартылған кіріс көздері есебінен шығыстары да қысқартылып отыр. Олар санитарлық жұмыстардан үнемделген 200.000 теңге, тас төсеуден үнемделген 4 миллион теңге, күрделі шығастардан үнемделген 1 миллион теңге қысқартылды. Мырзакен кенті бойынша
Жалпы кірістер жоспары 4 миллион 223 мың теңгеге қысқартылуда. Шығыстардан жыл соңына дейін игерілмейтін үнемделген 12 миллион 469 мың теңге қысқартылған. Шығыстар және кірістер есебінен 8 миллион 746 мың теңге келесі шығыстарға бағытталып отыр. Қожағов көшесі бойынан шырша егу жұмыстарына мына жерде сіздің қолдарыңызда анықтамада 120 дана шырша сатып алу 720 мың деп көрсетілген. Кеше ал кент әкімінің ұсынысы негізінде 420-ға ұлғайтылып 2 миллион 220 мың теңгеге өзгертілді. Қарағай сатып алуға 11 дана 600 мың теңге, мерекелік безендіру шамдарын сатып алуға 500 мың теңге, көшелерді ағымдағы жөндеу жұмыстарына 1 миллион 577 мың теңге. Жастар аллеясында рәміздер монументін орнатуға 4 миллион 849 мың теңге бағытталуда. Еңбекші ауыл округі бойынша тек қана кірістерінің ішкі өзгерістер енгізіліп отыр. Шығыстары сол қалпында сақталуда. Жаңажол ауыл округінің кірістеріне бойынша жылдық жоспар 6 миллион 97 мың теңгеге қысқартылуда. Сәйкесінше қысқартылған шығыстар есебінен жыл соңына дейін игерілмейтін 6 миллион 97 мың теңге қысқартылып алынып тасталуда. Ержар ауыл округі бойынша кірістер жоспары 8 миллион 500 мың теңге қысқартылуда. Шығыстар бойынша игерілмейтін үнемделген сәйкесінше кірістер қысқартылуына байланысты шығыстар қысқартылып отыр. Оның ішінде ірі көлемде дендрологиялық жұмыстарға бөлінген 2 миллион 54 мың теңге, босақты алу бойынша жоспарланған қаржыдан 5 миллион 203 мың теңге қысқартылды. Нұрлыбай ауыл округі бойынша жалпы кіріс көздері 7 миллион 483 мың теңгеге қысқартылды. Шығыстар бойынша жыл соңына дейін игерілмейтін 9 миллион 73 мың теңге қысқартылып, кірістер мен шығыстардың айырмасынан құралған қаржы әкімшілік ғимаратының жылу қазандығын сатып алуға 1 миллион 590 мың теңге бағытталуда. Атакент кенті бойынша жалпы кіріс көздері 19 миллион 980 мың теңгеге қысқартылуда. Шығыстар бойынша жыл соңына дейін игерілмейтін 26 миллион 706 мың теңге қысқартылды. Кірістер мен шығыстардың қысқартылуының арасынан бос қалған 6 миллион 726 мың теңге келесі шығыстарға бағытталуда. Ол әкімшілік ғимаратына пандус соңында орнату жұмысына 3 миллион теңге, шаруашылық кеңселік тауарлар сатып алуға 1 миллион 26 мың теңге, мемлекеттік қызметкерлердің іс-сапарына 1 миллион теңге, өзге де шығыстарға 1 миллион 700 мың теңге. Бірлік ауыл округі бойынша жалпы кірістер жоспары 5 миллион 422 мың теңге қысқартылуда. Шығыстар бойынша кірістер жоспары қысқартуына байланысты сәйкесінше жұмыс шығыстарынан да 5 миллион 422 мың теңге әкімшілік ғимаратын қоршауға жоспарланған қаржы қысқартылды. Жамбыл ауыл округі бойынша кірістері жалпы 4 миллион 32 мың теңгеге салық түсімдері қысқартылуда. Шығыстар бойынша игерілмейтін 5 миллион 909 мың теңге қысқартылды. Қысқартылған шығыстар және кірістер есебінен 1 миллион 777 мың теңге айлық жалақы қорына, іс-сапар шығыстарына және каркасты бассейн сатып алуға бағытталуда. Келесі Мақтаарал ауыл округі бойынша кірістер жоспары 9 миллион 499 мың теңгеге қысқартылды. Шығыстар есебінен аталған қаржы қысқартылуда. Олар елді мекендерді көгалдандыру, цифрландыру, айтып өткендей дендрология жұмыстарын әзірленуге жоспарланған 4 миллион 333 мың теңге, мемлекеттік акт алудан үнемделген 3 миллион 166 мың теңге, бос жұмыс орындары болуына байланысты еңбек ақыдан 2 миллион теңге қысқартылды. Жалпы 25 жылға арналған кент ауыл округтері бюджет жобасы кірістері бойынша 1 миллиард 183 миллион 531 мың теңге, бос қалып 1 миллиард 177 миллион 481 мың теңге, ал шығыстары 1 миллиард 361 миллион теңге көлемінде бекітуге ұсынылып отыр. Кент ауыл округтері бойынша баяндамам аяқталды. Осы Мақтаарал ауданына жыл басынан бері
кірістерге болжайсыздар ғой, қазір қысқартылып дейсіздер. Осы қысқартылғандарды қалай алдын ала болжайсыздар? Мына жерде қазір бәрін қысқартып салып отырсыздар. Неге сүйеніп болжайсыздар? Төменгі суммаларын жаңа жылдан басталған кезде. Қазіргі қысқартуды айтып отырсыз ғой. 11 айдың орындалуына қысқартып отырсыз ғой. Бірақ кірісті неге сүйене отырып болжайсыздар? Мына жерде сумма андай нақты конкретно торлауға ше? Қазір қысқартып отырсыз. 11 айда түскен кірістерге. Иә. Жоқ, сіз өткен жылдың кірістеріне ма? Жоқ, қазіргі 11 айдың. Жоқ, бұл жерде мына жазып отқан қазір қысқартып жатсыздар ғой. Алдын ала болжам жасадыңыз. Жоспарлағанда қандай немен Егер точно болжам жасамайсыз дейді ғой. жоқ, жобалар қандай не болды? основание не? Неге шықпайды дейді. Бүгін Қазақстан шыға алмай жатыр ғой. сол кезде енді неге сүйене отырып істеп жатсыздар? жаңа қосымша кіріс көздерін түсіру бойынша іс-шаралар түзіліп, жұмыстар жүргізіліп жатыр. Соның нәтижесінде орындалады деп қойылған шығыстар бар, жоспар соған қарап асыра орындау үшін, толықтыру үшін қойылады да. Ол жылдың басынан тек қана мынау шығыс өткен жылы осынша орындады деп қойып қойсақ, бұл жерде ешқандай динамика болмай қалады. Бұл жерде тек достық ауылы құрғана жақсы жерлер табысталынған, жер учаскелері сатудан түсетін салықтың жақсы түскенінде, қалған бәріне қысқартып түсінбедім ғой, неге түсіресіздер? Бұл жерде қысқартудың барлығы тек қана орындалмаудан да емес, бұл жерде шығысқа да байланысты. Игере алмайтын болғасын шығыстарды ол міндетті түрде қысқартуға тура келеді, кірісті де. Әкімнің жұмысына байланысты да? Жұмыс жоқ па ол әкім? Әкімдердің ба? Иә, соған байланысты. Ақша қысқару. Басқа мәселе жоқ. Кірісі бар да, шығысы жоқ. Жеке табыс салығы. Ол да әкімге байланысты ма? Не olur сонда? Жеке табыс салығы. Кәсіпкерлердің жеке табыс салығы әкімшілікке түседі ғой. Ол да әкім ауыл әкімдері ғой. Бұл жерде қалай ауылдың әкімі? Қалай ақтауға кеткен ғой? Нені? Жеке табыс салығынан түсетін ненің кемеуіне. Әкімнің қандай қатысы бар деймін ол кемеуіне? Табыстың, салықтың түсуіне. Ауыл әкім міндеті ол өзінің округінде кәсіпкерлікті дамытуға ыңғайлы жаңағы орта қалыптастыру соған байланысты бұл әкімдер Сонша 2 миллион 600 мың көрсетілген бері ежелі. Бұл жерде 2 миллион 600 мың сол кірістер бойынша қысқартып төледі. Соңында шығысқа қысқарып жатыр ғой. Сол қалай әкім сол жерде ықпал етіледі оның жеке табысын сол қалыпта ұстауға? енді әр әкім өзінің ауылындағы жүріп жатқан кәсіпкерлердің легально тіркеліп, налогын, салығын уақытылы төлеуін қамтамасыз етіп түсіру керек. Бұл жерде басқа тек қана қарапайым жұмыс қой, бір ғана жұмыс. Бұл жерде жаңа жоқ кәсіп ашып емес, действующий кәсіпкердің налогын уақытылы түсіру бұл. Кәсіпкер түсетін салық тек қана жаңағы кәсіпкерлер жаңағыдай шаруалар ішінде оның ішінде. Жоқ, ол салықтың түсуіне жаңағыдай налоговый инспекторға бар бірге бірге жұмыста негізгі жауапты ауыл инспектор. Кәсіпкер саласы бойынша мамандары бар, салық агенттері бар, солар өзінің жеке бюджеті болғаннан кейін. Жоқ, онда дұрыс, бюджетке айтқанда қосуға болады, әкімдер жұмыс істеп өткен. Дұрыс. Құрметті әріптестер, басқа сұрақтарыңыз бар ма? Мынау Атакен кентіндегі үнемделген ақшадан мына жердегі шығып кірістерді расходтаған ақшалар екеуінде разница бар да, содан қалған сумманы жазбағансыздар ма мына жерде? Қысқарылған ғой. сіз шығысқа 6 миллион ғана жұмсалып жатыр деп жатсыз ғой. Иә, қалғаны өзінде қалды Атакенттің. Келесі жылға алып өтеді. Келесі жылға алып өтеді. Ол жерде қанша қалған? Бұл негізі бұл жерде мынау разницадан бөлек те кірістері бар ма? 20 миллион қалдасында бар көп. Шығыс жоқ та просто қазір игере алмай шығыс жоқ. Тағы бір сұрақ. Қареке өзіңіз білесіз, Тұран елді мекеніндегі Илхамды көтеріп жүрген мәселесі. Көше сол көше ма?
салып жатқан қазір переходящий 4 миллион кетіп жатыр ғой. Қалыбеков па? Қалыбеков. Ол жігіт облысқа дейін шақырғанымыз жүр. Молдеге. Переходящиймен кейін сол істелініп жатыр ғой. Жоқ, мемлекет сатып алу жүргізілді ма, анықталды ма, басталды ма жұмыс? Жоқ, бұл тас төсеу ма, баяғы 10 миллион ба? Или асфальтирование? Тас па? Жеңімпаз анықталған, өткен айда анықталған. Одан кейін тағы Мұха, ол бойынша жұмыс істеп жатыр. иә, соған шамал иегей жасасаңыздар, ол шамал мәселеге бола, жаңағы облысқа бар, бәріміздің артымызға шағым келіп сөйтіп жүрген жігітті. Соған сельский округ тарапынан түсіндіру жұмыстарын жүргізсеңіздер. Олай жігіттер болмаса да қыз болмайды ғой. Одан кейін тағы бір мәселе, Мырзакентке ямочный ремонт 1,5 миллион қойып бастырды, жыл соңына дейін үлгере ме ол освоить Жасап болған қарызсыз ба? Жерге орналастыру және мемлекет акт алуға 5 миллион 203 мың қысқарған бойынша да жерге орналастыру және мемлекет акт не ол? көшелер Көсақталады. көсақталады. Жаңа сіз айтып жатқан әр көшені жөндеу үшін құжат болу керек та, бірінші сол құжатты алып алу керек ауылдан. Құжатына ашып беріп жатсыздар ма? Берілген соның қалғанын қысқартылады. Тағы шығады. Қосақты жолға қайтып түсеміз. Çıkarın olduğu için bunu kızartıyoruz, İngilizce oldu. Belki Ecem Erkmen'in üstünlüğüne gerekirsiz. Ecem Erkmen, депутатımız özümüzseniz. Hürmetli arkadaşlar, başka sorularınız var mı? Bayandırmışlar, ilginç mesele var. Çok onlar... Менде бір сұрақ бар. Айтыңыз. Әр өзінің танып сұрап жемесе, мысалы, осы тендер өткізіп жатырмыз дейсіңдер да? Сол мекемелеріне біздің ауданға тіркемейміз. Мектеп салатын мекеме, жетісайдың мекемесі. Мысалы, сояқ кетіп жатыр миллиардтаған ақша. Шардараның колонка қазып жатқан ауданда тұр, Шардараның мекемесі келіп қазақ яқтан. Соларға временді учетқа тұрдыға болған шығар, біз тендер ойнатып жатқан кезде. Мысалы, база жетпейді. Жылдың басынан бері қарай бір мекеме деген жоқ біздің ауданымызда. Облыстың өткенде әркімнің қартамалық тапсырмасы бар. Мекеме тартып дейді. Бұл тендерде ойнап жатқан мекемелерді осы жерде тартып салған ауданға түргізіп деген ой бар. Не жауап берейінші? Рұқсат па? Өзінше болады ғой, бірақ бізге енді тендер ойнатып жатыр ғой. Сен бияға осы жақтың несін тендер ұтып жатыр ғой, сен кеп тіркен уақытша осы жерде. Мысалы, тендердің жұмысы біткенге дейін тіркеліп кетуге болады. Дұрыс енді. Жәке, ол дұрыс айтып. Енді рұқсат болса бюджет несі біткен жерден бір қысқаша айтып өтейінші, қосатынның бірі. Дұрыс ол, мердігер тіркеу бойынша жұмыс атқарып жатыр қазір. Енді основной үлкен фирмаларды тіркеу ғой бізде. Қазір 4-5 фирма дайын тұр. Ол декабрь айында осы айда тіркейді ғой, тіркеп келесі жылдың көрінеді. Қазір ол бойынша жұмыстар атқарып жатыр. Енді основной үлкен фирмаларға болса, қалған кішкентайлар не жоқ, ауыл әкімдерінің өздеріне түседі. Енді жылдың мен шілде айында тағайындалған екен, бір айдан зерделеп шыққан екен, мен сентябрь айында ауыл әкімдеріне осы 4-ші деңгей бюджет бойынша өзгеріс еніп жатыр ғой, сол бойынша қанша қақсап айтып өттім. Кеше президенттің несінде де бұл кісілер барды. Уже келесі жылдан бастап осы фирмалардың бір бөлігі налогы ауыл әкімінің өзіне түседі. Құда қаласа енеді енді. Сол бойынша біраз жұмыстар атқару бойынша ауыл әкімдерімен депутаттармен біргелікте атқару бойынша ұсыныс берген. Сентябрь айында депутаттармен бірге 25-ші жыл атқаратын жұмыстар мен 26-ші жыл атқаратын жұмыстармен даму жоспарын әкеліп, депутаттың қолымен, ауыл биінің қолымен әкеңіздер деп айтқам. Мырзакент қана әкелді, бір ауыл округ депутаттармен әкелген жоқ. Беттер отыр ғой. Одан кейін жаңа сұрақтар туындап жатыр. Әкімдер, дұрыс қой? Жылдың басында жоспарладық, айт қанша қатысады. Әкім де айтып жатыр, басқа да айтып жатыр. Бірінші болса ақша жоқ дейсіздер. Қараңыз, 26 миллион ана жерден муниципал, мына жерден мынасы. Осыны біздің ауа райының несіне байланысты біз сентябрь, октябрь, ноябрьде жұмыс атқаруға болатын еді біраз нәрсе. Бұл енді қатты енді кінәлап жатқан жоқ, бірақ сол жұмыстар атқаруға болатын еді да. Қазір соның шығыстар минус қылады. Бізде қазір үлкен мәселе болып отқан 4 ауылдың суы қаржы келмей жатыр. Сол мәселеміз күрделі мәселе болып жатыр. Президент тапсырмасына келген 25-ке дейін 100% бітсін деген. Біз қазір 4 ауылда, мысалы Ақжол, Арай, Игілік, Матиходжаев, Мырзакенттің бөлігі. Сол төртеуінде қаржы таба алмай жатыр. Местный бюджеттен 180 миллион теңге бергенбіз. Қазір соның өзі жетпей жатыр да.
көріп отырсың, араймен қазір Ақжолда трубалар жарылып жатыр. Соған сәйкес түсініспен қараңыздар, ол фирманы тіркеу бойынша жұмыстар атқарып жатыр. Депутаттар өздеріңіз әлі де 25-26 жоспарына бір 10 шақты күн қалды ғой енді. Сессиямыз бар, соңғы сессиямыз. Соған ауыл әкімдері бірге отырып, келесі жылы мынаны жоспарлап бекітіп, мына айда істеймін деген сияқты бекітіп алайықшы. Қазір жерде сондай сұрақ туындамайтын. Қазір айтып отыр. Дұрыс айтып отыр бұл кісілерді. Неге 26 миллион неге мен соғып? Нәп істеуге болады еді сол жұмысты? Істемеді. Переходящий жылы 10 миллион теңгесін қойып, келесі жылы өткізуге де болады деді. Соны істеген жоқ. Дұрыс па? Қалай ойлайсыздар? Соны ауызбіршілікпен соны істейік. Ол істелінетін нәрсе. Ол төлемді бәйділік емес қой бізде қысқы хатта болатын. Сол нәрсені істеуге болады ауыл әкімдері. Жаңа депутаттар да келіп жатыр, түсіндіріп жатыр. Келесі жылы бюджеттің көкесі ауыл әкімдерде болады. Біз аламаймыз 400 теңге. Соған биылдан жоспарлап, соны бекітіп отырсақ, жаңа Ерекең айтып отыр. 25 миллионға біраз нәрсе істеуге болады деген. Госактың айтып отыр. Госактың айтып жүргенімізге 3 жыл болды, қақсап жүргенімізге. Ақша қойып беріп жатыр. Игеріп жатыр, көрдіңіз, Госактың істете алмады да қысқартып жатыр. Жұмыстардың барлығы уақытылы сапалы бітетін болса да, Беке жаңағыдай сіз айтып жатқан жоспарлар мәселесі қайдан негіз болып жатыр деген осыдан шығады. Госактыңыз дайын болса, жаңағыдай сіз айтқан жеке табыс салығы бойынша барлық кәсіпкерлер шаруа қожалықтарының есебі болса, ол жерде қанша адам істеп жатыр. Ол көп былайда, құрметті әріптестер, мынау көп кәсіпкерлер дей берейікші, жаңағыдай шаруа да соның ішінде бар, жаңағыдай жеке табыс салығы бойынша. Нулевой, анамен отчет тапсырып жатыр. Істеп тұр негізін. Мен салықты, сіздерді, әкімдерді кінәлап отырған жоқ. Просто есеп керек. Бар есептемесінің бәрін жасап, жаңағыдай алдын ала дайындайтын құжаттарды рәсімдеп қойса, келер жылы жаңағыдай айтқан 400 теңгелік бюджет, оны әлі көп округтер осы жүзбен игере алмай қалады. Оған негіз таппай қалады. Осыған сәл мән берсеңіз. Енді келесі мысалы ақша ауыл округ әкімдеріне түседі. Биылға да қазір игерілмей қалды. Бұл ақшаны не істейді? Сіздерге бересіздер ме? Алыстыр ма? Жоқ, сол күйі қала ма өзіміз? Осыны қазір қарап жатыр ше. Қысқартады. Бәрінде қарап жатыр. Барлық ауыл округтер қазіргі қаржының өзін игеріп жұмсай алмай жатыр. Ол ертең 200 миллионнан қаржы берсем, өздерін игеру болмай қалады. Сондықтан қарап жатыр. Соны бар ғой, дұрысынан түсініңіздер, депутаттар, қалаулар, әкімдер, сіздер жамандау емес. Бұл жерде мынандай. Қазір ол ешкім мінекай етіп отқан жоқ та. Қазір мына бюджеттің өзін игере алмайдық та. Келесі жылы 400 теңге берсе, мектепті бар ғой, мектептің налогын береді. Бір мектеп бір жылға 30 миллион, 20 миллион төлейді. Сол түседі. Бір ауылда, мысалы, Мақтаарал ауылдық округінде 10 мектеп бар ма? 10 мектеп 300 миллион теңге болады. 300 миллион теңге не істейді ол кісі қазір жоспарланбаса? Келесі жыл конкурсын өткізіп, биыл өткізіп қойып, переходящий шығып, сөйтіп істемесек та. Одан кейін жолды да дұрысынан түсініңіздер, жол деген мәселе қазір күрделі болды. Кеше президент тапсырмасына сәйкес жолды бар ғой, ұлттық сападан былтырғы нені ала алмай жатыр. Мынау бүйтіп кесіп алып кеткен еді ғой. Қазір оған келіспей жатыр. Біз қазір олармен соттасып жатыр. Олар келіп біздің керімін алып, заключениесін бере алмай жатыр. Былтырғы жолдарға. Олар қазір 10 метр жерді қазып, көріп жатқан шығарсыздар ауылдарда. Қазып тұрып солай әкетіп жатыр. Қазір олардың бәрі ауысқан басшылар. Президенттің тапсырмасына сәйкес жолды сондай болып жатыр. Жолдың қазір істеп кетсек, ертең заключениесін ала алмай қалсақ, кім таяқ жейді? Ақшасын аударған ЖКХ таяқ жейді. Сол сияқты қазір сапасына ГПС-ін төсеп, основаниясын асықпай ауа райына қарап істейік жолға. Бірінші кезекте жол. Сондай болып жатыр қазір. Жолдың заключениесін ала алмай жатыр. Ақшасын игермесек, республика таяқ жеп жатыр. Солай түсіндіру керек, жолдың заключениесін ала алмайды. Сол Әкім сөйлемде мама. Жолға босатқаны бойынша біздің мысалы 15 миллион қойдық. Победили. 5-6 миллионға туарса, қалған сумма эконом болып қалды мысалы. Сондай суммалар қысқарып шығар. жоқ, босақ шықпаған ғой. Барлық көшемізге босақтап қойдық. Менің айтайын деген шоқар. Мынау стела сабатымыз ғой, мына садықтың алдында. Сол айтылмай қалған сияқты, оған ақша бөлінеді. Бар. Жалпы айтқан өреге қосып өтейінші, бұл жерде енді жаңа бір-бірін кінәлай алмайсыз ғой, бәріміз жаңағы бір мүдде, бір мақсат деп жүрміз, сол жоспарлы жүйелі жұмыс жасау керек. Одан кейін орындаушылық тәртіпті қамтамасыз ету керек қой, болды, басқа әңгіме жоқ қой енді. Көп жұмыс жасау керек. Жоқ, ондай үлкен ауқымды сумманы игеру бойынша ауыл округ әкімдеріне жүрмес, Шәкен. Қандай да бір сауатын арту. Айта оқуға жіберіп жатыр ғой, оқытып жатыр. 6 ай оқыды ауыл әкімі.
Bäri okup Кеше форум өткізіп, сөйлеп дүйнанын сессияларда өткізіп жатқан соң, енді жасыратын не бар, енді мен бұл жердегі активтерді айтқым келмейді, бірақ көп жерде көріп жатсыздар ғой, жаңағыдай сайланған әкімдер көп әлі бюджет бермейді, басқа нәрсе бермейді. Сол үшін дұрыс айтады, негізінде осы бухгалтерлерді, бухгалтерлерді жақсы оқыту керек. Осы бюджетті игеру, алдын ала жоспарлау мәселесі. Оқытуға олар бізден жақсы біледі, әлі игермейді. Жақсы біледі дегенмен бәрі Қағаз басын жасайлап тұрмын. Құрметті әріптестер, басқа баяндамашыға екінші мәселе бойынша сұрақтарымыз бар ма? Жоқ, мұнда күн тәртібінде екінші мәселеге күн тәртібіне енгізсек дауыс жазыламыз. Қарсы? Қарсы жоқ. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша. Үшінші мәселе Қазақстан Республикасының салық кодексінің 726 бабына сәйкес Мақтаарал ауданында оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолдану кезінде төлем көзінен ұсталынатын салықтарды қоспағанда корпоратив немесе жеке табыс салығы мөлшерлемесінің мөлшерін салық кезеңінің үшін алынған кірістер бойынша 4%-дан 2%-ға төмендету туралы шешім қабылдау ұсынылып отыр. Анықтамада мақсаты кімдерге қолданылады, күтілетін нәтиже бойынша жазылған. Осы шешімді қолдаймыздар. Бұл сұрақ жоқ шығар. Әріптестер, сұрақтарыңыз жоқ па баяндамашы? Үшінші мәселе бойынша күн тәртібінде жоқ болғанда сессияның күн тәртібіне енгізсек дауыс жазылған. Қарсы? Дауыс жоқ. Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша жекелеген көшелердің атауларын өзгерту ұсыныс беру туралы баяндамашы Мақтаарал ауданының мәдениет және тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Тәтеевке беріледі. Барлық спискалар берген шығарсың бір жерде, көшелерде. Барша депутаттық бәрінізді. Список бар болса? Дауыс жасалайық та онда. Негізі ұсыныс халыққа жарияланғанға Қайсы ауылда айтып мысалы мен өзіміздің ауылда өзгерістер жасаймын. Ауылдар бар осы жерде? Жоқ па? Оны тоқтайды. Бары сұрасаңыз, мына әкімдер отыр, как раз сұраймыз. Төрт әкімші. Ардагерді айтайық. Қай көші? Сидоров халықпен сөйлестіңдер ме? Халықпен келісіп, қатты қалып, жоқтарын жады жинақталып. Көші халықпен сөйлестіңдер. Оның тәртібі бар ғой, тәртібін істеп отыр. Бұл тек осының сағаттағы құзыретіндегі басқа. Тәртібі бар, білмейтіндер бар да, сұрап атқанда. Кәдеге бұны негізі халыққа жеткіздірген сәл дұрыс болмайды ғой, өзіміздің ауылда, мысалы үшін қараңыздар, мына Петровты Кудряков қосылмадық па? Какой разница? Кудряков деген мұғалым болған иә, Сатпаев ветеран войны. Гафур Хасанович. Бұл отан жеңісінің 80 жылдығына байланысты мынау. Сөндіріп жоқ, бұны бір жариялап, халықтың бір ақылға... газетке де шықты ғой. Газетке шыққанда өзіңіз білесіз ғой, кәдеге газетке қимал. Оқпаса жауап бермейді ғой шықты. Кудряков бар ғой, бұл бір көшеде 5-ақ үй. Өзі тұрады екен. Жоқ, сәке, хабарлама берді соны Хаттамасы бар деп депутаттармен бірге не жасаймыз? Басқа сұрақтарыңыз бар ма баяндамашы? Рұқсат берген несі мораторий ғой? Егер жоқ болғанда оларды көшеден ауыспайтын да ауысатындар тек қана. Бір көшеден ауыстыруға ниет бар еді ғой, бізде ауылда майдангерлер бар. Жоқ, күн тәртібіне енгізбеген ғой бүгінгі. Күн тәртібінде алдын ала олардың бар. Ақылдасу керек болған, Ел айтып отырмыз ғой болды.
Bir mesele. Құрметті төраға, бір мәселе. Жәке регламенті бар ғой, соны атап өтіңіз, сол уақытқа дейін соның барлық процедура өтіп келіп жатыр ғой. Соны бірау түсіндірсеңіз да, жиналыстар болды, басқа болды. Бұны көшеге атау беру, немесе басқа ғимаратқа атау беру қазір негізі мораторийда кісі есімдері береді. Бірақ биылғы ұлы отан соғысының 80 жылдығына байланысты ескі частар президенттің бір жолы ұлы отан соғысының ардагерлерін көтеруге мақсатында беріледі. Оның ішінде көбісі ол президент әкімшілігінен бекітілген 700-ге жақын не бар, жер су атауы бар. Тек көшеге ат беретін болса, немесе ғимаратқа ат беретін болса, сол атаулар болады. Соның ішінде болады. Биылғы жылына 80 жылдыққа байланысты бұл әлі облыстан өтеді өтпейді деген әлі жоқ. Біз ауыл әкімдері аудандық аномастика жұмыс тобына ұсынды. Біз мәслихат пен аудан әкімі бірлескен шешімі негізінде облыстық аномастика комиссиясына ұсынуымыз керек. Бұның атауын өзгерту бірінші кезекте және ауыл әкімдері біреу ұсыныс береді. Сөйтіп бір күнді белгілеп, осы күні сол көшемен жиналыс болады. Оның бәрі ауыл әкімдері, сол жергілікті әкімдер өткізеді. Сол жерге ауылдың адамдар жиналып, хаттама түзіп, қолдаса ұсынады. Қолдамаса бұл бізге толық тапқысы келіп, біз аудандық жұмыстап сессияға ұсынып бірлескен шешім шығару мақсатында. Біз бірлескен шешімді, аудан әкімінің бірлескен шешімді алдымызда облысқа ұсынамыз. Облыстық аномастика комиссиясында бұны қарайды. Өтеді, немесе өтпейді. Бұл жерде тек қана ветеранды войны. Ветеранды войны соларға берілген. Оның қайсысы өтеді, өтпейтіндері белгісіз. Так, бізге қатысты біз жіберейік. Төрт әкімшіліктің әкімдеріне рахметті. Әлде шалғына айтып, ағыласынан бүлбек енгізіліп отырғанда біздің шектеу жоқ шығар, ежар енгізілу керек деген. Бұл жерде тиімді нәрсесі 80 жылды қабылдай алу мүмкін көше. Оның үсті ертең сол көшенің жаңағы ұрпақтары сол көшеге әртүрлі жаңағыдай көгалдандыру басқасын жағдай жасауы мүмкін. Сол үшін жұмыс жандандырып жүргізілу керек еді. Сол еді мен айтайын деген. Оны ауыл әкімімізбен келісіп, бұл мәселені ендігі сессия күндеріне қазір 4-5 адам көшенің атын жаңағы қойып көрді мысалы. Осы өңірде жаңағы еңбек сіңген, мысалы уақытында қызмет еткен жаңағы сондай кісілер ма деп бұның да түсінген болса ғой жаңағы бір былай айтқанда еңбек сіңбеген, мысалы қызмет етпеген жаңағы осы кісілерді қойып жатыр ма? Әр ауылдағы көшедегі мысалы Мырзакенттегі мына жоба бірге, мына жоба 3-ке, Шүренбай, Тұрғанбай. Герой сөз тұрда. Герой сөз тұрда. Ветеран войны. Сондай кісілер болса мейлі. Ояқа процедураны кірамайды. Құрметті әріптестер, ауыл әкімдері қалалармен бірге. Сессия күндерін өткізу дауысқа саламыз. Қарсы. Құрметті әріптестер, бірлескен мәжілістің күндеріне бірге мәселе қаралып өтті. Басқа күнде қандай жұмыстар бар? Болмаса болмаса өзінің мәжіліс жұмысын жауап деп жариялайық. Рахмет. Bunu жариялайын бүгінше қандай нелері бар, ауылдардың ақылдасам. Үзіліс болады бұл şimdi. Үзілістің алдық бар. Қазір айттым, ауыл әкімдері, халық қалаулылармен бұндай мәселені бірлесіп шешіңіздер. Енді шешімге бұндардың де жоқ қой енді жерге. Қалеке, оның қиындығы жоқ. Мына қазір
айтқан кезде әрқайсының еңбегін айту керек та. Мына жаңағы мына көшелерден аты қойылды ғой, соның еңбегін айтып түсіну керек. Арнайы комиссия бар, сол жақта талқылаған комиссия. Комиссия талқылайды. Ал құрметті әріптестер, бізде мына қуанышты хабарлар бар. Там кеше білесіздер, 8 желтоқсан күні Ділдәбек ағамыз Асқарды 60 жасқа келді. Мінекей сол тұсында шақырыларге сол үшін Нұрбол Жақсылыұлын ортаға шақырсақ, осы аудан әкімінің құрметті Паяй Ділдәбек Мінайымбекұлы, сізді 60 жасқа толған мерей тойыңызды Мақтаралға әкімдеріне шын жүргізуді өмір жолы жауапкершілікті ескеріп, жанының үлгісі ұзақ жылдар бойы газ шаруашылығы саласында атқарған еңбегіңіз өңірдің жартылық дамуына айтарлықтай үлес қосты. Қай қызметте болмасын, берекелік пен кәсіптік қабілетіңізбен жоғары еңбегіңізді Мақтарал ауданының салалық қарабақтарыңыз қоғам ауданының еңбегіңіздің лайықты бағасы. Осы мерекелік үндестікке мықты денсаулық, ұзақ өмір, отбасы
Құрметті сессия қатысушылар, бүгінгі 8 шақырылымдағы аудандық мәслихаттың кезекті 33 сессияның жұмысына аудандық мәслихат депутаттары, аудан әкімі, аудан әкімінің орынбасары, дербес бөлім басшылары, кенттер мен ауылдық округ әкімдері, аудандық қоғамдық кеңес, ардагерлер кеңесінің төрағалары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері шақырып олар негізін қатысып отыр. Аудандық мәслихат кезектен тыс 33 сессияның 18 депутаттың 15-і қатысып отырғандықтан оны ашуға рұқсат етіңіздер. Құрметті депутаттар, сессияның жұмысын қамтамасыз ету үшін редакциялық және сандық комиссиялар сайлауымыз қажет. Редакциялық комиссия Меруерт Даубаева жетекші, Әлтаев Саттаров. Құрметті әріптесі, бізге сессияның күн тәртібін бекіту қажет. Есеп комиссиясы Бексұлтан жетекші, Бабаев Байсейітов. Құрметті әріптесі, бізге сессияның күн тәртібін бекіту қажет. Күн тәртібінде сіздердің қолдарыңызда бар. Онымен алдын ала таныстыңыздар. Міндетті күн тәртібінде бекітілсе дауысқа саламын. Қарсы қалыс жоқ, қабылданды. Рахмет. Күн тәртібі бекітілді. Бірінші мәселе. Тәртібіндегі бірінші мәселе Мақтаарал аудандық мәслихатының 2024 жылға 20 желтоқсан нөмірі 24-149-8 Римский 2025-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы шешімі өзгерісті енгізу туралы. Сөз Мақтаарал экономика және қаржы бөлімінің басшысы Талғат Әбеновке беріледі. Құрметті депутаттар, бұл жерде Әбеновке берілетін бірінші, екінші, үшінші мәселе. Сол үш мәселе. Құрметті депутаттар, жаңа комиссияда барлық мәселелер талқыланды. Кімде сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойсаңыздар. Түреген. Мына облыстық мәслихаттың сессиясында біздің трансфертте бар екенде 240 миллион 640 мың келді. Соның ішінде 26 миллион 44 мың теңге арнайы техниканы сатып алдым. Дұрыс па? Ол қандай техника сатып алмадық біз?
Ғабидов. Қандай техника сатылмады ғой? Қазір Ғабидовке жауап береді. Бізде подъемникке қалған ақша еді да. Баяғы біреу нені столбаларға подъемник па? Өте керек нәрсе. Подъемникке қаржымыз жетпеді да алуға. Сөйтіп оны толық қаржы жетпегеннен кейін олар қысқартып аламыз. Келесі жыл аламыз ғой. Басқарманың қаржысы. Облыстың қаржысы. Келесі жыл аламыз ғой. Берсе аламыз. Себебі бұл не үшін сұрап жатыр? Мен де бұл сөйледім. Бізде мына ауылдарда свет күйетін болса, мына Тимурдың бар трактормен жүретін байқап жүрміз, көп мәселе уақытылы шешілмеді. Значит, бұл бізге керек. Енді біз арнайы спецтехника алдық қой, Ғабеке. Тракторлар, мына погрузчик сияқты. Бір подъемник, 11 трицикл. Ну хорошо, айтып қойды. Енді ана кеше біз арнайы техника алдық қой, ауылдық округқа береміз, дұрыс па? Ол техника неге осы уақытқа дейін ауылдарға бармайды? Мына сол ауылдарға бармайды. Біріншіден ол әкімдер ол қызмет көрсете алмайды ғой. Қазір мына Мырзакент қызметте ол техникалар тұр. Оларға біз айттық, біріншіден айлық мәселесін келеді кетіп қалып жатыр. Айлық жалақы мәселесі 85 мың теңгеге бір тракторист келіп жұмыс істемейді деп отыр. 11 трактордың қазір бар жоғы 4-еуіне ғана тракторист табылды. 2 өңірде тұрады. Айттық, трактористтерді күтіп отырмыз. Шалдардың айлықтарын көтеріп беремін деген уәдесі бар. Айлықтарын көтеріп берсе, трактористер келеді. Мен Түлкібаста Варваркада болдым да, сол жерде ауыл әкімдерінде осы техника бар. Бізде не жүрді? Соғыс болып тұр. Или сол кезде олар сатып алған берген. Мен бірақ оны сұрамаппын. Енді мен ойлаймын, ол техниканы орталығында болмайды. Баяғы Американың бір президенті айтып отыр, қашан біз адамдарға бидай егетін уақытта немесе оратын уақытта айтып болсақ, біз аш төлейміз деп. Бұл техника негізі ауыл әкімдеріне берілу керек. Оны давайте біз келесі сессияны ұсыныс жасап, осының жолын қарастырайық. Кімді? Себебі ауылда болса проблема болмайды. Заявка береді, күтеді, ол әкім оған бар жылқы отырды. Раз біз бұларға сайланып қалып, бұларға өздеріне арнайы бюджет беріп отыр ма, осы техника алынды ма, давайте сойыңыз әкімдер ауылда болсын. Бұл нәрсе дұрыс қой, бірақ ол техникада, ол техникаға жауап беретін адам болса, ол техника болған екен, оның путевой листі, оның механика, оның жаңағы безопасности. Гараж. Әкімдерге ешқандай қарсылық жоқ. Міне отыр ғой өздері. Бере саламыз оны, бірақ оларда күтіп ұстауға біз кешегі президенттің кездесуді естіп отырмыз. Еще раз повторяю, Ғабит. Мен ұсыныс бердім. Ұсыныс бердіңіз, оны талқылаймыз. Енді кешегі президент кездесуде айтылып отыр. Аудан әкімінің қазір полномочия көбейгеннен кейін бұлар ертең қаласа ГПХ болмаса басқа тәртіппен қосымша жалдайды. Керек болса юрист алады, керек болса тракторист алады, керек болса сол қызмет көрсетіп қосымша бюджетін толтырады. Сондықтан осы сізге полный право основа қазір поле болады. Сіз енді юрист емес, мына юридиумын жұмыс істесін. Давайте сосын. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ болмаса, бірінші, екінші, үшінші мәселені дауысқа саламын. Қарсы қалыс жоқ, қабылданды, рахмет. Айтылған ұсынысты протоколға жазсаңыз кіргізсеңіздер. Жазып қойдым. Төртінші мәселе, жекелеген көшелердің атауларын өзгерту ұсыныс беру туралы сөз Жандарбек Татиевке. Құрметті депутаттар және комиссияда бұл мәселе талқыланды. Алда сұрақтарыңыз болса. Сұрақтарыңыз болмаса, онда төртінші мәселені қолдаймыздан дауысқа салып. Қарсы қалыс жоқ, қабылданды. Құрметті әріптестер, осымен күн тәртібіндегі мәселелер қаралып болды. Құрметті депутат, бүгінгі сессияны жүргізу жөніндегі депутаттардан ескертпелер мен ұсыныс бола ма? Ұсыныс болмаса сессияның жабық деп жариялап, рұқсат етіңіздер. Құрметті депутат, сессияға қатысқан үшін рахмет.